қарап отырсаңыздар жаңағы проблемаларды ақырын ашып қою керек. Өйткені адамдар түсінбейді. Тіл деген олар ойлайды жаңағы құрал деп, олай емес. Тіл деген сен болмысыңның, адами болмысың ақиқаты бар. Енді ол болмыстың ақиқаты бар, соның үйі дейді. Сол үйдің ішінде ғана сен болмысың ашылады деп отыр. Тіл болмаса сен де жоқсың. Ашылмайсың сен. Сонда қазақ айтып отыр ғой. Тіл болмаса адам емес, ол мал дейді. Неге ол түсінбейді дейді мысалы. Сөз қадір өз қадірің дейді. Қаншалықты сөз түсінесің, соншалықты болмысың ашылады. Біз жалпы қазір ұлт ретінде болмысымыз негізі ашылмай тұр ғой. Ашылмай тұр. Неге? Өйткені тіл жоқ қой. Есікте тұр. Иә. Төрге шықпай жатыр. Тіл босағада қалды ғой, көрдіңіз бе? Ал тіл түсінбейтін адамнан сен мемлекетке адалдық, мемлекетшілдік, ұрлық түбі қорлық деген қасиетті ұғымдар туралы әңгіме айту оған абсурд. Түсінбейді ол. Болмысын жоғалтады адам, көрдіңіз бе? Болмысын жоғалтады. Мысалы, бірақ бұл жерде бір жаман нәрсе бар. Қазақ айтады. Сен қанша жерден орыс болуға тырысқанмен дейді, сен орыс бола алмайсың дейді. Неге? Өйткені сенің тамырың, қаның, жаның қазақ дейді, сөз бе? Сонда сен екі ортада қалып қоясың, дүбәра болып, сөз бе? Өте қорқынышты нәрсе. Сонда қазақ айтады, қазақ жаман орыс бола алмайды дейді. Сен қанша тырыссаң да бола алмайсың. Қабылдамайды сен. Ол басқа әлем, ол орыс әлемі. Ағылшын болуға тырыссаң, Америкаға барып мысалы, өзіңнің мигрант екенін қанша жасырсаң да болмайды. Неге? Сіңісе алмайсың. Өйткені олар басқа әлем. Аймақ күйінде түрін де басқа ғой мысалы. Түрің, ділің, тілің бәрі басқа. Сондан әр адам тек қана өзінің ұлтының, өзінің тілінің ішінде ғана өзінің болмысына шығады. Басқа елге жүрген адам мысалы ағылшын тілінде сөйлесе, мысалы сен ағылшын тілдік әлемге қызмет етесің. Тіл деген жай ғана қатынас құралы деп, ол үстірт жаңсақ ұғым. Жалпы орыс тілінің өзі бұрынғы совет елдерін қарасақ, бізде қатты үстемдік құрып тұрған сияқты. Енді бізден кейін қырғыздар бар шығар мүмкін. Әзербайжанда олай емес, Өзбекстанда олай емес. Жаңағы Грузия жақтар мүлдем олай емес. Иә. Оның себебі кезіндегі күштің барлығын бізге салғандықтан ба? Әлбетте, өйткені қырғыз бен орыстың шекарасы жоқ. Өзбек пен орыстың шекарасы жоқ. Түркмен мен орыстың шекарасы жоқ. Біздің орыспен 7000 шақырым ба шекарамыз бар. Сонда соққыны біз алып тұрмыз ғой. Бүкіл отарлау процесінің алғашқы соққысын қазақ алды. Бізді басып жаныштап барып өзбекке барды. Сондан ол ұлттар өздерінің ұлттық болмысын сақтап қалды. Орыстанған жоқ. Ол көшіп барған орыстардың өзі өзбек болып кетті. Ұлттық қорын олар шашыратып алған жоқ. Олар аштыққа да ұшыраған жоқ. Отырықшы мемлекет ретінде. Біздің негізге тұралатып кеткен аштық қой. Сол аштық кезінде біз 1906 жылы Ахмет Байтұрсынов айтады ғой. Альхамдулилля 6 миллион қазақпыз дейді. 1943 жыл 1.430.000 адам ғана қалды дейді. Сондан мынау аштық ұлттық генофондқа жасалған ең ауыр соққы болды. Біз әлі есімізді жиған жоқпыз аштықты. Үрей, қорқыныш, ол мүдде, арман бәрі аштық кезінде бәрі адыра қалады екен ғой. Аш адамда ақыл болмайды деген соң. Жоқ, қазақ айтады әке. 3 күн аш болған адамнан ақыл сұрама. 6 күн аш болған адам атасын ұмытады дейді. Міне сондықтан қазақтың көрген құқайын ол ұлттар көрген жоқ. Сондан қазіргі кездегі Украина мысалы соғысып жатыр ғой. Украина соғысып жатқанда Украина біз үшін, Өзбек үшін, Түркмен үшін, Әзербайжан үшін, Грузия, Латвия, мынау бүкіл Прибалтика, Совет үкіметіндегі 15 республика бар ғой. Солар үшін соғысып жатырмыз. Олардың көріп отқан құқайын біз көріп отқан жоқпыз. Олардың орнында кез келгеніміз болуымыз мүмкін еді. Өйткені жаңа айтып отыр ғой, Путиннің негізгі мақсаты Совет одағын қалпына келтіру дейді. Мысалы, оны ашық айтып отыр өзі де айтады екен. Мен негізі тарихта сондай жоғалтқан жерді жинаушы ретінде қалғым келеді дейді. Набиратель земель дей ме? Сондай атақпен қалғым келеді. Сондан қазіргі Украинаның көріп отқан құқайы ол біз үшін де соғысып жатыр. Сонда біз дұға қылып қоюымыз керек олар үшін. Орыс халқы оған қалай ұшырады деген кезде кеше әлеуметтік сауалнама болғанда 73% Путинді қолдайды екен. Мысалы, дұрыс дейді, Украинаны құрту керек. Сонда
орыс халқының негізгі проблемасы қайда дегенде отарлық империялық пиғылмен уланған болып тұр. Сонда сол пиғыл өздерінің түбіне жетейін деп жатыр. Көресіз бе? Жаңағы нацистік пиғылмен уланған неміс халқы фашизм тудырды ғой. Кейіннен сол фашизм түбіне жетті олардың. Олар бүкіл әлемнен кешірім сұрады, тізерлеп тұрып. Империялық, ол да бір нацистік не ғой? Жаңағы көзқарас. Енді осымен Ресей империясы. Ресейдің жаңағы Совет одағы тарағымен сана қалып қойып тұр ғой. Империялық сана қалып қойып тұр. Сөз кеуде. Сол сана, әйтпесе Украинада не шаруасы бар мысалы? Украина өз бетімен тәуелсіздік алған мемлекет мысалы. Украина кетсе, жаңағы мәдениетті, өркениетті батысқа, онда қалғандар бәрі кетеді. Онда орыс өзінің ықпалын жоғалтайын деп тұр ғой. Ықпал ету аймағы. Иә, сондан олар соғыс ашуға мәжбүр болды кәдімгідей. Заңды дейді кейбір ғалымдар, зерттеушілер, олардың соғыс ашу заңды дейді. Неге? Өйткені ана жақта жарық әлем бар, мына жақта қараңғылық әлем. Ал кез келген жарық ұмтылған адамды дейді, қараңғыдағы адам аяғынан тартып жібермеуге тырысады дейді. Неге? Өйткені қараңғыда өмір сүретіндер кейіннен олар да жарыққа ұмтылғысы келеді дейді. Сондан біз дәл қазіргі кезде біз өзіміздің осы сәтті пайдаланып, өзіміздің үйімізде негізгі шаруаларды реттеп алуымыз керек. Негізгі шаруа ол конституция, ата заңдағы проблеманы шешіп алуымыз керек. Жаңағы жоғары объективті шындықтарды шешіп алуымыз керек. Сол кезде біздің объектив шындығымыз сонымен қорғалып тұрады. Ол жаңағы Құдайдың ақиқаты, әлемдік құқықтық ақиқат, ол біздің тәуелсіз екендігіміз, өз тағдырымызды өзіміз айқындайтынымыз. Бұл жерде негізінен тұрып отқан байырғы ұлттың тілі, мемлекеттік тіл екендігі, ол енді Құдайдан жасырмаған адамнан жасыра алмайсың дейді. Ол ақиқат қой. Ал жаңағы біздің басшыларымыз сондай бір күндікпен емес, Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, жұрт бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Ал Ахмет Байтұрсынның ойына жету үшін әлбетте біздің басшыларымыз қазақтың тілін майындамыз білу керек қой. Саясат деген ол бүгіншіл болмау керек. Негізі саясат ол мәңгілікті ойлау керек. Ертең жарайды, сен аз ба көп пе отырасың, ертең бірақ бәрі кетесің, бірақ сонда жаңағы Абай айтқандай, сен көрге үлгілі атақпен кіруің керек қой мысалы. Негізі бізді құртатын не? Бізде осындай дүниетаным жоқ та. Ал сол дүниетанымды қалыптастыратын Абай. Абай не дейді? Адамзат бүгін адам, ертең топырақ дейді. Барлық адам өледі, сөз. Ешкім қалмайды мысалы. Кешегі жер дүниені билеген Әмір Темірді өткен, Шыңғыс хан да өтті мысалы. Еділ патша да өтті. Империя құрған. Наполеон да өтті. Кім қалды? Ешкім қалған жоқ. Сонда сол өлетін білген кезде ғана негізінен өмірде мән пайда болады екен ғой. Өлім мәселесі ол жай ғана физикалық бір адамның тіршілігін тоқтау емес екен. Өлім өмірге сәуле беретін, мән беретін үлкен бір философиялық ұғым екен ғой. Сонда Абай айтады, адамзат бүгін адам дейді, ертең топырақ дейді. Мына өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлашырақ дейді. Адамдардың жаңағы өлетін болған білетін адам, ол ештеңеден қорықпайды. Неге? Өйткені өзекті өрге бір өлім. Ол жаңағыдай тек қана ойлайтыны бұл дүниенің қызығы махаббат. Туған елге деген, Абайдың программасы қандай? Туған елге деген махаббат, ісіңе деген махаббат, жаңағы нәпсінің қалауларынан атақ, даңқ, мақтан бәрінен ада болу, халықты сүйгенін Құдайды сүйгенін түсіну, одан кейін көрге жас атақпен көруді ойлау, одан кейін үшіншісі артында ісің мен сөзің қалу. Сонда сен мәңгілік өлмейсің дейді Абай. Сонда мәңгілік өмір дегеніміз адамның өз қолында тұр ғой.
егер біз мемлекеттік идеология біздің жаңағыдай әрбір қазақтың жүрегіне осыны сіңіре алсақ, мысалы өмір сүрудің алтын үш қағидасы ғой бұл. Осыны сіңіре алсақ негізінен, онда тұрмыс тез түзеледі. Онда мына коррупция, қиянат, мемлекет жаңағы қазынасын жеу, онда өйткені сен адамға мысалы 5 прокурор, 10 адвокат, 20 полицейский қойып тұрсаң да, ой бұзық адам ол есебін ебін тауып жейтін. Прокурор да, сот та адам ішінде болу керек қой. Бұрынғы біздің бабаларымыз малым жаным садағасы, арым жаным арым садағасы өмір сүрген адамға мысалы сотта керегі жоқ, прокурорда керегі жоқ. Дұрыс па? Осының бәрі бізге қалай келді? Біз оны аспаннан алып отырған жоқпыз. Бұл Абайда тұр. Абайдың тілінде тұр, көресіз. Тіл мәдениеті деген бар мысалы. Біздің қазақтың жаңағы тіл туралы үретіл келіп күресіп отырғаны ол заңды нәрсе. Өйткені қазақ сезіп отыр, интуитив сезіп отыр. Тіл деген мемлекеттің болашағы. Болса ұлт болады. Тіл жоқ халықтың өзі жоқ болады. Сөздер көп қой, бірақ бұл жердегі ең басты мәселе жаңағы мемлекеттік тіл қазақ тілі дедім ба, енді оның атына жатсай болу керек қой. Егер ол орыс тілі қатар қолданса, оның несі мемлекеттік тіл? Несі мемлекеттік тіл? Ол әйтеуір жаңағы формальды түрде, иә? Екеуі де мемлекеттік тіл болды. Иә. Жоқ, ол мысалы айтып отырмын, ол біздің тіл, ол орыс тілімен неге шыдамайды? Конкуренция шыдамайды. Неге? Өйткені орыс тілі әбден қабырғасы қатайып, бұғанасы бекіп алған, ол есейіп алған тіл ғой. Мысалы, ол өйткені жаңағы империяның тілі ғой. А біздің жағдайымыз мүшкіл ғой. Содан бізге дәл қазір кезде өзіміз сақтап қалу үшін бізге сол тілімізді мәртебесін бекітіп алуымыз керек. Ол түбі бекейді негізі. Өйткені біздің қазақтың саны көбейіп келе жатыр ғой. Жалпы қазақ деп тек қана этникалық қазақты айту ол да қате. Қазақ дегеніміз кез келген қазақтың азаматы қазақ деп есептелу керек негізі. Ол да тілдің ішінде тұр. Мысалы Қазақстан деген сөз қазақтардың мемлекет деген сөз. Ол міндетті емес сен қазақ болуың. Сен ұйғыр болуың мүмкін, дүнген, неміс, орыс, кәріс болуың. Сен Қазақстан азаматысың ба? Сен қазақсың. Өйткені соны түсінген көзі ашық көкірегі ояу орыстар біз қазақпыз дейді қазір. Қазақтың әнін сүйеді, соғым сояды, тойларын қазақша өткізеді. Неге? Өйткені тіл арқылы сіңген оған, сөз бе? Ол түсініп отыр. Қазақтың болмысында ғажайып қазына жатқанын сезеді кейбір жаңағы өзге этнос өкілдері сезеді. Мынадай ғажайып қазына ол басқа ұлттарда жоқ жасама. Өйткені бұл ғажайып құбылыс қой мысалы. Адам көңіліне қарау мысалы, астарлап сөйлеу. Немістердің өзі жыларман болып отырады ғой. Иә, ол немістер мысалы қазақты шексіз сүйеді ғой. Неге? Өйткені олар дәмін татты ғой. Қазақтың болмысын дәмін татты, сөз бе? Ал неміс әлемі ол өзінше әлем. Оны мысалы кінәлауға немесе бөлектеу қақымыз жоқ. Оларға жарасады мысалы. Өздеріне жарасады. Неміс әлемі ол басқа. Ол ғалымдар айтады ғой, немецкая машина дейді, сөз. Немістің ойлап жүрісі машина сияқты дейді. Қазақтың ойлап жүрісі машинаға келмейді. Қазақтың ойлап жүрісі еркін, поэтикалық ойлап жүрісі. Немецкая машина дейді, сөз. Философтар айтады. Мысалы, немістердің философиясын қарасаңыз, машина сияқты ғой. Гегель, Канттар мысалы, қалай ойлайды мысалы, машина сияқты. Француздар мысалы, олар керісінше образды ойлайды. Әдемі суретпен ойлауға тырысады. Қиял. Немістер нақты. Сондан олар қазіргі кездегі сол нақты ойлаудың нәтижесін көріп отыр. Евросоюздағы ең бай мемлекет немістер. Әркімдікі өзіне ғой. Әркімдікі өзіне. Мысалы немістің әлемі өзінше әдемі әлем. Одан үйренетініміз көп. Мысалы немістен біз тәртіп үйренуіміз керек. Қазақ тәртібі жоқ қой. Неге? Өйткені қазақ малды жайып тастап, ән айтып, қымыз ішіп, мысалы бір тәртіп жоқ қой. А мына әлем қазіргі кезде мына заман сені тәртіпті алып отыр.
тәртіп керек бізге. Қазір бізге отырықшы елдердің үздік нелерін қабылдауымыз керек. Тойды немістер тойламайды. Қазақ неге тойлайды? Өйткені ол бұрынғы өзінің жаңағы ескі болмысымен өмір сүреді, реалия өзгеріп кеткен. Санжар айтады, қазақ неге тойлайды дейді. Өз болмысын жоғалтқан адам дейді. Тойдан басқа ештеңе таппайды дейді. Арманы, мақсаты жоқ халық дейді өзі. Арманы, ұлы арманы бар халық тойламайды. Уақыт жоқ тойлауға. Ұлы арманы бар адамға әрбір күн той. Таңертең оянудың өзі туған күн. Ал арманын жоғалтып алған халық дейді. Енді өмір сүру керек қой дейді. Рухани өмірін дейді. Сол өлімсіреп жанып жатқан рухани өмірін қалай сақтайды? Той арқылы сақтайды дейді. Тойда ғана өзін қазақ сезінеді дейді. Сөйтеді ғой. Рас қой. Былай тіршілікте мысалы, ал неміске мысалы той тойлау қажет жоқ. Әр күн той. Неге? Өйткені қойы қоздап жатыр. Қазақша айтқанда. Сиыр ұзаулап жатыр. Экономикасы өрлеп жатыр. Тасы өрлеп жатқан адамға той керек. Ал егер ештеңе таппағанда енді адам ретінде аман қалу үшін не істейді? Той тойлайды. Мен өзім ойлаймын, бізде егер жаңағы экономика дамып, заводтар салынып, халық жаңағыдай ұлы мақсатқа жұмылған кезде бұл өзі ақырын тыйылатын нәрсе негізі. Уақыт жоқ өйткені той тойлайды. Сайып келгенде Абай айтады ғой, ер егіз еңбекші жалғыз дейді. Негізінен ер азаматтың әрбір күні дейді. Әрбір күні дейді, еңбексіз өткен әрбір күн дейді адамға өліммен тең дейді. Ер егіз еңбекті жалғыз дейді. Ер егіз еңбекті жалғыз. Сонда еңбек ердің сыңары екен ғой. Біздің сыңарымыз, біздің болмысымыз еңбек. Еңбексіз өткен әрбір күн ердің өлген емес пе дейді. Сонда біздің рухымыз қалай тірі болады дегенде, рухқа тек қана рухани еңбек керек. Еңбек. Рухани еңбек. Мысалы, адал еңбек, мысалы, қара жұмыстың өзі адал болса, ол да рухани еңбекке жатады негізі. Өйткені нең сақтайсың ғой, ішкі болмысыңды. Сондан Абайдың айтып отырған сол. Абай тіпті Лермонтов аударғанда айтады ғой. Сүйісу ғашықтықтың өзінен бас тартады. Неге? Өйткені еңбекке аз күн татымайды дейді. Сүйісу тозбай тұрмайды дейді. Ол да өткінші дейді. Анау жұмсалған энергия, күш қуатқа тұрмайды деп отыр. Сүйісу ғашықтық сөз бе? Абай айтады, сүйісу тозбай тұрмайды дейді. Еңбекке аз күн татымас дейді. Орысшасы күшті ғой, Лермонтовта. Не стоит и труда дейді сөз бе? Не стоит труда. Яғни еңбекке татитын нәрселер бар. Ол не? Ол ғылым. Ол еңбекке татиды. Ол жарамды салих амалдарға жатады сөз бе? Біржан Сал айтады ғой. Қасына сұлулардың көп жантайды. Кәнеке сонда шыққан мүйіз дейді. Өмір өтіп кетті ғой. Сұлулардың қасына жантайып жүр. Мүйіз шыққан жоқ дейді. Яғни не? Нәтиже жоқ. Жас кезде айтуға тұрғанмен қартайғанда айтуға ұялатын әңгіме дейді Абай. Сонда Абай еңбекке татитын нәрсемен ғана айналыс деп отыр ғой. Ғылыммен айналыс деп отыр. Болды. Қазір заман, мысалы сен әскерің 1 миллион болса да, сен 1 дрон қырып тастайды. Ғылым керек қазір. Яғни еңбекке татитын сонда не? Ғылым болды. Сонда Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Қалған бәрі қырт мақтан дейді. Той жасау, жерім үлкен деп мақтану, бәйге беру, көкпарға, мысалы, жаңа көкпар бизнеске айналған дейді. Кейбір жігіттер айтады, оңтүстікте әсіресе, бизнес дейді кәдімгідей. Қазақтың жас жігіттері мысалы, бүкіл энергиясын көкпарға жұмсап отыр. Ол энергия өлшеулі ғой. Оның фокусын өзгерту керек дейді Абай айтады. Жұрт Марсқа ұшып жатқанда біз әлі көкпар тартып жүрміз дейді. Ол көкпар керек қой спорт ретінде. Бірақ енді ол сенің өмірің мәніне айналмау керек. Абай айтады, салынба дейді. Бұл күлкішілдік ғылымның жауы ғой бәрі. Ақылдың кеселдері. Ол кездеспей тұрмайды дейді. Ойыншыл күлкішілдік. Көкпар, бәйге, той. Бірақ сен оған салынба дейді. Неге? Бұл ненің жауы дейді. Ақыл ойдың жауы дейді.
ақыл ойдың кеселі дейді сөз. Ал ақыл ой кеселге ұшыраған ұлт ол тарих сахнасынан жойылады сөз.